Сонымен қолқаның аортаның үш анатомиялық бөлімін ажыраттық. Оның бірінші бөлігі қолқаның жоғарылаған бөлігі, pars ascendens aorta. Қолқаның жоғарылаған бөлігі сол жақ қаншадан басталады, толықтай перикард қуысында жатады. Скелеттопиясына келетін болсақ, сол жақта үшінші қабырға аралықта төстің жиегінен басталады да оңға қарай өтеді. Сөйтіп, оң жақтағы екінші қабырғаның шеміршегінің төске бекитін жерінде, осы жерде қолқа доғасына жалғасады. Синтопиясына келетін болсақ, оң жағынан және алдынан оң жақ құлақша, ал сол жағынан және алдынан өкпе сабауымен жанасады. Қолқаның жоғарылаған бөлігінің алдыңғы жағында, ол перикардтан басқа, өйткені перикард қуысында жатады деп, төстің артында оң жақты, яғни recessus costomedicinalis anterior жанасады. Ал оның артқы жағында оң жақ өкпе артериясы және оң жақ басты бронхпен жанасады. Қолқаның доғасына келетін болсақ, қолқа доғасы тікелей қолқаның жоғарылаған бөлігінің жалғасы, оң жақ екінші қабырға шеміршегін төске бекитін жерден басталады. Сөйтіп солға қарай өтіп, төс сабының артынан солға қарай өтіп, төртінші кеуде омыртқасы деңгейінде pars descendens аортаға жалғасады. Қолқаның доғасының жалпы жоғарғы нүктесі негізінен қолқа доғасы. Төс сабының ортаңғы, дәл ортасынан өткендегі ортаңғы нүктесіне сәйкес келеді. Бірақ қолқа доғасының жоғарғы нүктесі ол кеуде пішініне сәйкес әртүрлі болады. Біз өткен семестрде өттік, кеуде пішінінің қар ұзын кеуде, қысқа кең кеуде екі түрін ажыратамыз. Қар ұзын кеуде пішіні сәйкес осындай адамдарда қолқа доғасына ол төс сабынан төмен болуы мүмкін. Ал терісінше кең қысқа кеуделерде оның жоғарғы нүктесі жоғары қарай ығысады. Сондықтан осы ерекшелікті де ескеруіміз керек. Синтопиясына келетін болсақ, қолқа доғасының алдынан айырша без және оның орналасқан шел майы және сәл жоғарғы жағында алдыңғы жоғарғы көкіректік лимфа түйіндері жанасады. Қолқа доғасының артында кеңірдек жатыр, сонымен қатар өңеш оның артында және сонымен қатар дуктус торактикус жанасады. Дуктус торактикус. Және оның артқы жағында көмейдің қайтармалы нерві, нервс recurrens laryngea жанасады. Ал алдынан және жоғарғы жағынан сол жақ икпас венасы, ал төменгі жағында өкпе сабауының екіге айырылатын, яғни оң жақ өкпе артериясы мен сол жақ өкпе артериясына бөлінетін жері, және мына орналасқан сол жақ басты бронхпен жанасады. Және алдыңғы жағында, алдыңғы бетінде сонымен қатар сәл солға қарай невус вагус өтеді. Осы невус вагус алдынан өтіп, төмен түсу барысында қолқаның төменгі жағынан жоғары қарай арт қабырғасымен көтерілетін невус recurrens laryngea береді. Осы жерде, осы синтопиялық ерекшелігінен кейін мына ескеру керек. Егер осы жерде қолқа аневризмасы болатын болса, тіпті сол жақ өкпе түбіріндегі лимфа түйіндердің ұлғаюы болатын болса, қателікке сәйкес. Егер невус recurrens laryngea қысылып қалатын болса, науқаста афония, дауыстың түзілуінің бұзылуы симптомдары белгілі болады. Болмаса қолқа доғасының артқы қабырғасының аневризмасы болатын болса, біз жаңа атап өттік, артқы жағында кеңірдекпен тікелей жалғасады. То есть жанасады. Сондықтан осындай аневризма кезде қанның ағуы турбуленттілігіне сәйкес ол кеңірдекті итеріп, ал ол өз кезегінде жоғарыда көмейді итереді. Осы жағдайда көмейдің соғу симптомы немесе хелла симптомы науқаста анықталуы мүмкін. Қолқа доғасының оң жағында, егер мына жерде айырша безді алып тастайтын болсақ, көрінеді, жоғарғы қуыс венаның басталатын бөлігі жанасады. Және қолқа доғасының екі жағынан, оң жақ және сол жағынан медистиналды плевра жанасады. Қолқа доғасының дөңесшегінен беретін тармақтарды біз сабақта атап өттік, оңнан солға қарай әдетте 3 тармақ береді.
иықбас сабауы, сол жақ жалпиық артериясы, сол жақ бұғанасты артериясы. Міне бірінші суретте де осы үш тармақ берілген. Бірақ қолқа доғасының тармақтарының тармақталу варианттары өте құбылмалы және ауқымды болып келеді. Сондықтан олардың тармақталуының варианттары міне алдарыңызда жиі кездесетін варианттары көрсетілген. Жалпы тармақталу варианттары әдетте қазіргі таңда ғылыми әдебиеттерден белгілі 20-дан астам тармақталуының түрлері